Саламатсыздар ма? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы образ және оның түрлері. Мақсатына келер болсақ, образ туралы, образдың түрлері туралы жан-жақты түсіндіре отырып, көркем шығармадан образдың түрлерін тауып, талдай білуге үйрету. Яғни, әдебиеттегі образ туралы жалпы түсінік беру, образдың түрлері туралы мағлұмат беру. Әдебиет туралы жалпы түсініктердің бәрінің келіп құйылар арнасы әдебиет туралы ғылымның ең басты және өзекті мәселесі образ және образлық болып табылады. Бұл мәселені дұрыс таратып түсіну үшін әуелі әдебиеттің объектісі өмір болғанда предметі адам екенін ескеруіміз керек. Кітап не туралы жазылған, симфония не туралы, сурет не туралы салынған, қандай сұрақ болсын, жауап біреу. Адам туралы, яғни адамның әсемдігі, адам рухының керемет күштілігі және оның қасиеттері туралы болып табылады. Әдебиеттегі образ екі түрлі мағынада қолданылады. Яғни бірінші көркем бейне, кейіпкер, тип, екінші суретті сөз. Образлық суреттілік, яғни сөздегі сурет, әдебиеттегі адам бейнесін жасау сан түрлі амал тәсілдер арқылы жүзеге асады. Ол сөздегі суретпен ғана бітпейді. Көркем бейне жасауға қажет өмірлік қасиеттерді, материалдарды жинақтаудан әдебиет тұлғаны даралауға дейін барады. Ал жинақтау тек типтендіру тәсілмен жүзеге асады. Типтендіре жинақтау арқылы суреткер болашақ образдың немесе типтік жалпы бітімін, тұлғасын қалыптасумен қатар оның ішкі ерекшелігін ашып, мінезін даралайды. Әдебиеттегі адамның ішкі бітімімен қатар сырт келбетін, яғни портретін де осы тұрғыдан түсінген жөн. Портрет француз тілінен аударғанда бейнеленген деген мағынаны білдіреді. Әдеби кейіпкердің сырт көрінісін, кескін кейпін, бой тұлғасын суреттеу. Кейіпкердің мінез бітімін, характерін неғұрлым толық ашып көрсету үшін оның портреттерін мүсіндеудің зор мәні бар. Сондықтан кейіпкердің характерін әртүрлі жағдайда күрес тартыс үстінде оның басқа адамдармен қарым-қатынасы, өзінің әрекет қимылдары, істеген істері арқылы айқындай отырып, жазушы портреттік сипаттарға көңіл бөледі. Пейзаж. Пейзаж дегеніміз ол француз тілінен аударғанда ел, жер деген мағынаны білдіреді. Әдеби шығармаларда жаратылыстың, яғни табиғаттың әсем көрінісі, көркемдік бейнесі болып табылады. Суреткер әдеби шығармаларда көркемдік ойлаудың ажары ретінде, образдық жүйенің арқауы ретінде табиғат келбетін ерекше бір ұстамдылықпен суреттейді. Образдың жасалу тәсілдеріне лайық образдың түрлері де туады. Образ бойынша талдау қажет болса, ол ежелден келе жатқан дәстүрлі әдіс. Ол мектеп тәжірибесінде көптен қолданып келген әдістердің бұл тәсілдер ұтымды кемшілік жағы да бар екенін пікірлер айтылып талданған. Ұтымдылығы ол студенттердің назарын адам бейнесіне аударып, кейіпкердің жақсы мінезін үлгі етіп, жаман қасиеттерден жирендіру болып табылады. Ал кемшілігі мұғалімдерді бір жақтылыққа ұрындырып, кейіпкердің арасындағы байланысты адам образын жан-жақты тануға кедергі келтіруі мүмкін. Жалпы бұл әдісті қолданудан қашпау керек. Тек қана образды томаға тұйық алып, бұрынғыдай бір ізді ғана емес, яғни жағымды жағымсыз деп бағалаудан аулақ болып, қазіргі әдістемелік талапқа сай жаңаша талдауды қолдану қажет. Образдың жасалу тәсілдерінің әр алуандығы сияқты оның түрлері де әр алуан. Образдың түрлерін белгілеуден бірнеше әдістік, тектік, тәсілдік факторлары бар. Көркемдік әдіс тұрғысынан келгенде образ екі түрлі: романтикалық образ, реалистік образ. Әдеби тек тарапынан келгенде образ үш түрлі болып келеді: эпикалық образ, лирикалық образ, драмалық образ. Ал жалпы жасалу тәсілдеріне қарасақ, образ тағы да бірнеше түрге бөлінеді: юморлық образ, сатиралық образ, фантастикалық образ, трагедиялық, геройлық образ және тағы басқа. Образдың қазақшасы көркем бейне. Бұл кеңірек ұғым болып табылады. Ең қарапайым мағынада образ суретті сөз болып табылады. Күлімсіреп аспан тұр, жерге ойлантып әрнені. Абай. Әдебиет теориясында образ деген ұғымның екі түрлі мағынасы бар. Күн кірпігі от шашқан деген бір ауыз ғана сөзді алсақ, ол да образ. Бірақ бұл образдың тар мағынасы, ал кең мағынасында образ белгілі бір әдеби шығармадағы адам, көркем бейне, оның эстетикалық мәнісі зор.
ол әрі нақты әрі кеңейтіле көрсетілген күрделі характер, типтік тұлға, образдылық, суреттілік, сөздегі сурет, осындай түп төркіні бейнеден, суреттен шыққан әр сөз өзара қатар түзеп, тіркес құрағанда бір түрлі бір қиял жетпес қызық айнаға айналып, оның бетіне ақиқат шындықтың өзгеше ашық өрнегі, сурет сәулесі түсетін тәрізді образдық осылай ғана пайда болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.